Абай танымда да айтылған сөзде міндетті түрде информациялық жүк, ақиқаттың жүгі болу керек. Ол тыңдаушыға, естушіге бір пайдасын тигізу керек. Пайдасы жоқ сөздің бәрі не сөз емес, немесе бос сөз дейді. Ол хадисте де бар. Жақсы сөйле дейді. Жақсы сөз айтпайтын бар, үндеме дейді. Сондан Абай 45 қара сөзін сөз дейді. Бірінші ақыл, екінші ақыл, даналық, бір мөлтексір деген сияқты нәрсе айтпайды, өсиет демейді. Сөз дейді, бітті. Бірінші сөз, 45 сөз дейді. Кісі емес кісі сөз емес сөз айтады дейтін бар ғой қазақта. Сен кісі болу үшін, толық адам болу үшін сөзің өзі хаққа қатысты болу керек. Яғни сөз қашан сөз болады? Онда бір Алланың ризашылығы, Алланың заңдылығы бар жерде сөз болады. Қалған уақытта жай жел сөз. Бос сөз. Абай айтады, сен жақсы болу үшін бос сөзбен қастаспай тура келмесе. Бос сөзді қастас дейді. Онымен жауласуын жек көр дейді бос сөзді. Дұрыс сөзді жақсы көр дейді. Абай айтады, терең ой, терең ғылым іздемейді деп кінәлайды адамды кінәлағанда. Өтірікпен өсекті жүндей сабап дейді. Өтірікпен өсек дейтін сөз жалпы ғылыммен, жаңағы шындықпен, ойдың, ғылыммен ойдың бір антоним сияқты нәрсе ғой, дұшпаны.